Баршаңыз көріп жатырсыздар. Айтады ғой, шындық бәрібір де бір күні ашылады демекші. Әр адамдардың қаңқу сөздерін тыңдағанша, одан да менің өз өмірімді өзімнен артық ешкім білмейтінін білесіздер. Бірақ бұл жазу мен үшін шынымен кәдімгідей қиын болды, ауыр болды. Бұл жағдайды айту үшін де адамға бір үлкен ерік жігер күш керек екен. Әлі күнге дейін айтып отырған кезде де бір жүректе бір дақ қалып қояды ғой адамда. Кешірілмейтіндей бір түйін қылса, бір барлығы бір түйіліп қалған қара жіп сияқты болып қалады да ішімде. Сол жағдайда әркімнен естігенше одан да өзімнің айтқаным дұрыс болар деп осылай 3-ші аудио кітапшаны жарыққа шығардық. Бірақ бұл тіпті қуанатын да жағдай емес, шыны керек. Себебі басқа мен үнемі Алла тағаладан тек жақындарымды алмаса екен деп сұрайтынмын. Алайда өмірде анандай екенді, барлығы сен қалағандай, сен барлығын жоспарлағандай болмайды екен. Бірақ мүлдем мынандай жағдайды күткен жоқпын. Мен қаншама жаңағыда айтып жатыр, өзім Алла тағалаға айтатынмын да, қанша сынақ берсең де тек бір сұрайтын, менің жақындарымды ала көрме, менің жақындарымды менен алыстата көрме дейтінмін. Бірақ өмірімде түспеген жағдайға түстім осы жазда. Сондай қайғы болып жатырған адамға күлген неше түрлі жауыз адамдарды көрдім да. Адамның қайғысына күлме дейді. Ол қайғы сенің де басыңа келмесіне кім кепіл дейді. Сол қайғыма күлген адамдар, сол жағдайдың барлығы ұйықтамаған түндерім, түрменің алдын күзеткен түндерім барлығы. Бірақ барлығына шыны керек өзімді кінәладым. Бекер таныстым, бекер жолықтым, мүмкіндікті мүлде бермеу керек еді деген сияқты қылып, өзіңді кінәлайды екенсің бәрібір де. Сол кінәлаған депрессиямнан, стресстен мүлдем шыға алмай, мен шыны керек өзімді біраз жоғалтып алдым. Біраз жоғалтып алып жүрген кезімде адам айтқысыз негізі ауруға шалдыққан болатынмын. Оның сіздер ешқайсысын енді эмоцияның барлығын жинай тұрайық. Бірақ айтып жатады ғой, бір жамандықтың артынан екі жақсылық болады деп. Соның бір маған жақындағы бір қатты бір көңіліме қуаныш сыйлағаны, ол естеріңізде болса, мен алдында інім үйленген кезде, тойына барған кезде астына жазып қойған болатынмын. 3 жыл бойына мен тумаластарыммен жаңағыдай араласпадым. Bir жағынан біздің Маңғыстаудың менталитеті болғандықтан ажырасқан әйел болғасын, андай садақаларға, тойларға біздерге баруға вообще негізі рұқсат болмайтын. Бірақ 3 жылдан кейін осылай мені ағам сыйлап шақырғаннан кейін шыны керек андай үлкен бір не дейді ғой, мойнында тұрған жүк болады ғой, сол жүкті түсіріп бір жеңілдеп бір барғандай болдым да, аяғым жеңіл басқандай болып өзімді сезіндім. Содан кейін тумаластарымен ара қатынасым қазіргі кезде шүкір бір қалыпқа келіп жатыр. Жақын арада енді бұйырса мен қонақтыққа олардың үйлеріне бармағалы біраз уақыт болды. Інілерім де, сіңілілерім де барлығы да кәдімгідей ер жетіп қалған. Соларға енді құрғыл бармайыншы деп өзім қазіргі кезде бутикке апарғым келіп отырған сыйлықтардың легін сіздерге көрсеткім келіп отыр. Bir жағынан